Таңғы сағат 4:30. Мен аэропортта отырмын. Рейсімді күтіп, әлі тіркеуге дейін жарты сағат бар. Мәскеуге ұшып бара жатырмын. Ал одан кейін Нью-Йорк, Америкаға барамыз. Соның барлығын сіздерге көрсетемін. Сонымен мені Баян шығарып салды. Сәлем. Сол, кездескенше. Нью-Йоркта жолығамыз. Айжан жарайсың. Әлі самолетқа отырмай жолығып. Киімнің экраны. Енді оқып барамын. Американың ұшақтан 15 сағат бойы осы Kindle'ға сеніп, қаншама кітаптар оқып барамын. Көрсетіледі. Ашсаң. Айжан кітап оқиды. Кітап оқиды. Мені Нью-Йоркқа дейін алып баратын шағыма отырды. Алматыдан Мәскеуге ұшып бара жатқан самолетіміз ұшып келген 1 сағатқа кешікті. Соның кесірінен үлгере алмай қалам ба деп жүгірдім. Әрең дегенде үлгірдім. Егер де үлгірмегенде бір күн Мәскеуде қалушы. Сол себепті киімімді ауыстырып алдым. Кішкене жеңілірек болсын, ыңғайлырақ болсын деп. Кішкентай кеңес, егер де ұзақ уақыт ұшатын болсаңыз, ұшып қонып, осылай транзиттік пассажир болатын болсаңыз, онда өзіңізбен міндетті түрде ауыстыратын киім алып алыңыз. Өте қажет екен. Сол, бізде қазір бірден бассейн. Біз негізі мен ұшып келдім, жақсы бәрі. Келе салып, қазір Колумбия университетін аралап жүрмін. Олардың жаттығатын залдар екен. Бассейн, джим. Осы ғимаратты сериалда көрген. Сводка классный, смотри, это модерн и старое здание. Классно, да, сочетание? Мына жерде олардың арнайы велосипед тұрақтары бар екен. Колумбия университетінің символы арыстан. В общем, Колумбияның өзінің полицейские бар. Medical Columbia University Emergency Medical Service. Осы Колумбия университетінің кітап дүкеніндеміз, bookstore. Соншама күшті кітаптар. Мен басым айналып, мына жақтан түше алмай қалдым. Бәрі ағылшынша. Мына жерде мысалы history, current affairs. Мынау журналистика факультеті. Факультет болғанда бұл жерде journalism school. Ғимараты өте әдемі, өте керемет. Біз қазір бір шараға қатысамыз. Жерде студенттер оқып жатыр.
мына жерде бір көрме өтіп жатыр, ал ана жерде журналистика факультетінде Джозеф Пулитцердің атындағы аудитория мынау. Change journalism. Жерде красиво болып жатыр. Goodbye, my Chechnya.